Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, жақсы мен жаман арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз мысық жайлы сіз білмейтін қызықтар айтатын боламыз. Айтпай тұрып лайк басып, арна жазып, пікірлер жазып, қоңыраушан басыңыздар. Сонда менің видеоларымды үзбей көресіздер. Мысықтар сіз білмейтін затты біледі. Мысықтардың айтқан қылың сонда күшті болады. Мысықтар екіге бөлінеді. Пародный және жабайылар қорқпайды, ал домашнилар қорқады. Домашнилар бұлар андай ғой. Домашнилар бұлардың жұмыстары көп, ал жабайылардың жұмыстары аз. Себебі жабайылар өз тамақтарын өзі жейді тауып. Ал домашнилардікін сіз тауып беруіңіз керек. Бірақ адамдар мысықты асырағаннан кейін көп құпияны біледі. Мысалы, мен де білем, бірақ жартысын айтамын, достар. Мысықтар үшін сіз жауап бересіз. Себебі оған бір жаққа кетіп қалсаңыз, оны көршіңізге тастап кетіңіз, ато жауап бересіз. Мысықтар ақылды және де тағы басқа әдеттері көп. 2 метрге секіре алады, 5-10 метрден секірсе өлмейді. Мысықтар үлкендері 1,5 метр. Мысықтардың кішкентай кездері сүйкімді, өскен кездерде сүйкімді. Мысықтар түрлі қабілеттерді өскен сайын біледі. Мысықтар және де оны өскен сайын түрлі қабілеттерді үйрете бастаңыз. Мысықтар бұлар қараңғыда көре алады, ал адамдар қараңғыда көре алмайды. Және де мысықтар адам тілін түсінеді, ал адамдар мысықтың тілін түсінбейді. Және де мысықтар жіптерді, доптарды адаммен ойнағанды жақсы көреді. Доп дегенде кішкентай доп, өзіңмен қолына сиятын. Мысықтарды қасыңызға алып жатыңыз, оларды үйретіңіз. Және де мысықтар кішкентай балаларды жақсы көреді, адамдарды. Мысық адамның досы. Достар, мысықтар түрлі цветке бөлінеді. Ақ, қара, қоңыр, сары. Мысықтар бұлар аналарына қатты ұқсайды. Бірінші рет туылған мысық 2-3 мысық туады. Және де мысықты ұл ма қыз ба екенін жамбасынан білуге болады. Достар, мысықтар томпақ болады, қап-қара әртүрлі болады. Сосын мысықтар, достар, әр елде әртүрлі болады. Мысалы, Америкада кілең арық мысықтар, ал Қазақстанда томпақ. Қазақстанда әртүрлі көп, ал басқа елдерде де әртүрлі. Сонымен, достар, жақсы мен жаман арнасы ұнады ма? Видео ұнаған болса лайк басып, арна жазылып, коммент жазып кетіңіздер, қоңыраушан басып. Сонда біздің видеомызды үзбей көресіздер. Достар, осымен видео аяқталды. Қош сау болыңыздар, аман болыңыздар.